Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай батоннан жасалатын маргарита пиццасын сіздермен бірге жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, менің әрбір салған рецептімді бірінші болып қарай аласыздар. Сондықтан тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге керегі осындай бір жұмсақ батонды ортасынан бөліп аламыз. Мінекей бөліп алдым. Енді осылай ішіне қарай басып, көтеріліп тұрған нанды енді осының үстіне қазір мен моцарелла ірімшігін және де 2 помидор қосатын боламын. Бұның астына соус немесе кетчуп жақсаңыздар болады. Мен үйдегі бар заттармен осылай тез-тез пиццаны әзірлеп жіберетін боламын. Астына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша соус қоссаңыздар болады. Енді мен манағы ірімшікті теркіден өткізіп дайындап алдым. Және де осы батонның үстіне помидордан кейін, қызанақтан кейін үстіне жайлап осылай қойып шықтым. Бұл жерде менде ірімшік молынан болды, сондықтан біздің пиццамыз қазір дәмді болып піседі. Мінекей салып болдым. Енді осына мен 170 градуста 5-10 минуттың ішінде пісіріп алатын боламын. Мінекей қызарып пісті. Біздің пиццамыз дайын болды. Қазір сіздерге осы пиццаны кесіп көрсететін боламын. Күтірлеп әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса, отбасыларыңызды, балаларыңызды осылай жиі қуантсаңыздар болады. Оңай, тез әзірленетін маргарита пиццасы осымен дайын. Сіздермен болған Бекзат. Сау болыңыздар.